Сәлем, сендермен Ақнұр. Бұл видеодан айлық жоспарымды қалай жасайтынымды көре аласыңдар. Мен 20-21 түлегімін. YouTube каналда ұбт-ға дайындығыммен бөлісемін. Кеңестермен, қателіктерімді сендермен бөлісіп отыра, жас түлектерге дұрыс бағдар бергім келеді. Алдыңғы видеода жоспар туралы айтып кеткен едім. Осы видеода жоспарды нақты қалай құратындығы туралы ашып айтқым келеді. Енді келесі айға жоспар құруды бастайық. Алдымен айдың атын жазып, барлық күндерді белгілеп шығамын. Жоспар жасау үшін өзіме ыңғайлы чек-листтерді қолданамын. Дәл осындай апталық, айлық жоспар құруға арналған нәтижелеріңді бақылап отыруға мүмкіндік беретін чек-листі менің Instagram парақшамдағы мына посттан ала аласыңдар. Чек-листтің басты ерекшелігі қазақ тілінде екендігінде. Қарапайым әрі ыңғайлы қылып жасалынған, кішкене болсын шабыт берердей сөздер мен суреттер қостым. Бұл чек-лист дайындық барысында көмек беретініне сенімдімін. Мен мұндай қазақша ұбт-ға арналған жоспарлау листін кездестірмедім. Сондықтан да міндетті түрде менің чек-листімді ал. Күндерді белгілеп шыққан соң, ең маңыздысы осы айда оқитын материалдарды күндерге бөліп тастаймын. Кітапты бастап оқымас бұрын тақырыптарды әр күнге бөліп тастаймын. Мысалы, Жұбанышев кітабында күніге 1, кейде 2 тақырып оқып отырамын деп күндік норма жасап аламын. Сол кезде кітапты қанша күнде оқып шығатыным белгілі болады. Мынадай етіп бөлінген тақырыптар жанына номерлеп қоямын. Сол номерлерді жоспарлайтын листке тізіп шығамын. Белгіленген тақырып оқылғаннан соң, күн соңында чек-листті дәл осылай орындауды деп белгілеп қоямын. Тарихтан соң физика пәнін дәл осы әдіспен жоспарлап шығамын. Таңдау пәндерім математика және физика. Күн сайын 2 пәннен практика жасап, есептер, нұсқалар талдап отырамын. Бір күнді физикаға, екінші күнді математикаға арнаймын. Оларды М, Ф деген әріптермен белгілеп шығамын. Байқағандарыңыздай, жоспарлау парағында тақырыптың атауы немесе күнне қанша тақырып оқитынымды жазбаймын. 4 бұрыш дөңгелектер арқылы не жасау керек нәрсенің бастапқы әріпі арқылы түсінемін. Бұл бір жағынан визуалды шуды азайтады. Басқалар параққа қарап менің не жоспарлағанымды бірден түсіне алмауы мүмкін. Басты өзіме ыңғайлы, түсінікті жоспарлау үлгісі осы. Ендігі кезек мақсаттар жазу. Алайда сіздерге мақсаттарымды ашып айтқым келмейді. Келесі және соңғы қадам алдыңғы ай нәтижелерін жазу. Бұл айды қорытындылағанда аса маңызды. Алдыңғы айдағы нәтижелеріңді сол жаққа, ай соңында аяқталғалы тұрған айдағы үздік нәтижеңізді немесе соңғы сынақ тестіндегі нәтижеңді жазсаң болады. Айды қорытындылағанда 2 нәтижені салыстыра отырып, деңгейің көтеріліп келе жатыр ма, соны біле аласың. Міне, күнделікті дайындық үшін осылай жоспар жасаймын. Бұл дайындықтың бір бөлігі. Күнімді толықтай жоспарлау үшін апталық жоспарды қолданамын. Менің чек-листімде апталық жоспар да бар. Алайда мен аптамды басқа листте жоспарлаймын. Оны жазбадағы бірінші сілтемеге өтіп ал. Тіркелушілерім үшін жай ғана тегін беремін. Видео ұнады деген ойдамын. Менің чек-листімді алған болсаң, қолданып жүрсең, пікір қалдыр. Әлі де алмасаң, видео басында айтқан пост бойынша ал. Айтпақшы, осы чек-листі жасау процесімді подкастадан шыққан видеодан көре аласыңдар. Алдыңғы видеомды көрмеген болсаң, оны да қарап шық. Осы жоспарлау туралы айтқан болатынмын. Сәттілік, сау бол.